Ата! Жеттіңдер ме? Иә. Ай, бәрекелді. Ата, сіз не істеп жатырсыз? Әжелеріңе сыйлық жасап жатыр. Күшті. Қыш құмырадан. Ата, ертегі айтып беріңізші. Жарайды. Айтайын ертегі. Ертеде ешкі жүні бөртеде қой үстіне бозторғай жұмыртқылаған заманда биік таулардың, суы тұнық көлдердің, шексіз жатқан шөлдердің жайлауы мен қыстауы тар келмеген заман болатын. Сол заманда ай десе аузы, күн десе көзі, Күнекей деген ханның қызы болыпты. Сол мекенде Ерғанат деген ер бала болыпты. Жігітіміз батыр, өжет мінезге кішкентайынан жақын бопты дейді. Бала күндер, бала оймен сырласып, екеуі ойнап күліп есейе береді. Бала көңіл, бала сезім аңғарған ба, Ерғанат Күнекейді жақын тартып жүреді. Оны да Күнекей сезсе керек. Ерғанатқа кітабын сый етеді. Ерғанаттың да осылай зейіні ашылады. Кітабы арқылы Ерғанатқа ғылымның жарық сәулесі түскендей болады. Содан болар Күнекейдің сыйлығына Ерғанат ерекше ықыласпен қарап жүреді. Күндер өтіп, арада жылдар өтіп, ұясынан алып ұшқан қыран құстай қырағы болмысы мен қанаты қатайып ер жетеді Ерғанат. Тастардай құдды тұйық, өзендей құтты асау, таулардан кеткен асыл махаббат сезімі екеуінің маңдайына бақ болып қонады.
бір күні Ерғанат Күнекейдің қолын сұрап хан алдына келеді. Мақсаты отау құру, сүйгенімен қосылу. Әкелік уайыммен әрі әкелік күмән қосылды ма, хан Ерғанатқа келісімін берген жоқ. Сан тарапқа көп сұрақтар жайылды. Көкейде түсінбей ессіз қалды. Әкенің де ойы бар, жоспары бар. Қызына түйіндеген өсиет сөзі тағы айтары бар. Ренжулі Күнекейге ханымыз тіл қатады. Білімдар қызын оқуға, алыс сапарға жібергісі бар екен. Ерғанат, қарабайыр қара жігіт болғаныменен іске келсе дара жігіт екені айқындалады. Хабар жолдап Күнекейге хат арқылы сүйген жігіт бір жоспарды бастайды. Ата жолы, баба жолы деп тәуекелге барып, Ерғанат хан қызын қазақ салты бойынша алып қашпақ болады. Бәрі ойлағандай бола ма? Хан уәзірі бәрін көріп қояды. Ерғанаттың қылығын жөн көрмей, оған оқ атады. Ұлы сөзім екі ғашықты кез келген зұлымдықтан қорғайды дегені рас болып шығады. Кедергі, бөгет, тосқауыл бәрін еңсеріп, Ерғанат пен Күнекей хан сарайынан қашып кетеді.
және хан да уақыт өте келе 2 жасқа батасын беріпті. Өтіп жатты айлардың талай-талай, махаббаттың көздері бұлбұл жайнай. Қалықтап сезімнің от аралына, қос ғашық қанат қағар айға қарай. Şadır akku kölden baybandagan kalkaga bir sözüm var aytalmagan suğuya sırlayakka dındırganda gözümden aydalayım жаутаңдаған ай бір бидай арпа өзіңді қалқам бір бидай арпа өзіңді